Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен сезім. Достар, бүгін менде жаңа сериал. Бұл сериалдың тақырыбы жаңа үйге көшу деп аталады. Ендеше сериалымызды бастайық. Кейіпкерлерді таныстырып өтейін. Бұл бізде анасы үйде отырады, және де былай садикте, мұғалім болып, тәрбиеші болып атқарады жұмыс. Бірақ ол қазір үйде декретте деп айта берейін. Ал бұл сіңілісі, қызы екінші қызы. Бұның есімі Альфия. Альфия мектепте оқиды. Ал бұл үлкен әпкесі, есімі Альбина. Бұл қыз университетте оқиды. Ал бұл әкесі, есімі бұның Мұрат, және де бұл компанияның бастығы болып жұмыс атқарады. Ендеше сериалымызды бастайық. Мам, осы жер, мам? Иә, қызым, осы жерге келдік. Мам, сіздер точно адрестен қателесіп кеткен жоқпыз ба? Жоқ, қызым, осы үй ғой. Жарайды, онда кеттік, ішке кірейікші. Ой, тентектерім, жүріңдер, онда үйге кірейік. Так, вау, есіктің іші қандай әдемі екен. Қыздар, кіріңдер ішке. Әкес, кір. Есік жауып қояйық. Так. Мам, мына жер не? Бұл жер кухня. Мына жерде біз тамақ ішеміз. Көріңдер ғой. Ал мына жерде телевизор бар. Ал мына жер, бұл жерде дивандар бар. Бұл жерде отырып теледидар көресіңдер. Ары жүрсек, бұл сендердің комнаталарың. Сендер мысық жақсы көргендіктен сендерге мысыққа арналған осындай комнаталар жасап қойдық. Мына жерге мысықтарың жатады. Сосын сендерге мысықтарың салып жүрге осындай екі сумка алдырттым мен. Осыған мысықтарыңды салып аласыңдар. Қазір барамыз. Енді жүріңдер. Бұл жақ енді обычный бүкіл үйде болады. Бұл жақ душ. Енді былай қарай жүрсек, бұл жерде бізде әкең екеуміздің комнатамыз. Мына жерде шкаф бар. Ойбай. Шкаф бар. И мына жерде болды осы. Мына жерде еще не бар? Ит бар, бір нәрсе жатқызамыз осы жерге. Ал болды, осы үйлерің жайғаса берсеңдер болады. Маған қазір барамыз ба? Жүреді, онда кеттік, жүріңдер. Қазір ит алуға барайық. Жүріңдер, қызым. Ал кеттік. Мысықты сол жерден таңдайсыңдар, жарай ма? Енді кеттік, жүріңдер. Әкес машинаны алып келіп бедің. Кеттік, әпке. Альфия, тоқта, басыңа түсіп қалды. Сіңдім, рахмет. Так, жүріңдер, қыздарым. Қазір барып, сендерге керемет мысықтар аламыз. Жүріңдер. Мамаған еміз ұнады. Далада не бар? Бұл бізде ішіне өздерің кіріңдер, қыздар. Бұл жерде сендер ойнайсыңдар деп айтайын десем, сендер үлкенсіңдер, бірақ қойыпты, бірақ мына сенің сіңіліңе болады. Саған енді болмайды, себебі сен үлкенсің ғой. Ал мына жерде екеуің бірге ойнайсыңдар болады. Осындай ойындық. Мына жаққа тұра алады. Мына осы жерге отырып ойнай аласыңдар. Ал мына ағаштың басына шыға аласыңдар. Мына жерге отырсаңдар болады, қыздар. Түсіндім, керемет. Ал мына жерде сендердің иттеріңмен ойнайсыңдар. Осы ағашты сендерге арнайы алдырттық. Жайдымда жүріңдер, заборды ашып шығайық. Вау, келдік қой, кеттік. Саламатсыз ба? Былай тұрасыз ба? Саламатсыз ба? Біз мысыққа сондай сатып алайық деп едік. Ана жаққа барып қыздарым көрсе болады ғой. Иә, барып көре беріңіздер. Ол үшін сіздер документке жазасыздар. Мен сіздерге көрсетейін. Неменеге тұрмай отыр.
жарайды, жыныңызды еместерге көрсетейін. Так, қызым қайда өзі? Так, жүріңіздер. Менің артынан сіздерге мысықтарды көрсетейін. Әкесі сіз, анасыз қоям. Сіздер мына жақта тұра тұрыңыздар, біз қыздарға көрсетеміз. Так, мына көпірден өтсеңіздер, ақылаңыздар. Бұл жақта әртүрлі мысықтар бар. Қазір сендерге барлығын ашып көрсетейін, жарай ма? Вот, осы жерде мысықтар сатылады. Мына жерде бізде осындай не бар. Мына жерделерде, вот, көрсетіп кетейін. Так, мындай бар. Мынандай мысықтар да бар. Мынаның астында да бар. Мындай мысық. Көре аласыңдар. Вау, мына мысықтың иттің әдемісін. Осыны аламыз ба? Я, осыны алайықшы, маған ұнады. Бізге онда мен мына мысықты аламын. Ал мен білмей тұрмын. Мынау баласы ма не? Я, баласы бар оның. Жарайды, онда маған осыны бере салыңызшы. Я, жарайды, онда жүріңіздер, сіздер алып біттіңіздер да. Онда документке қол қойыңыздар, жүріңіздер. Так, жүріңіздер. Ана сіздер де алдыңыздар ма? Я, біз ит алдық. Жарайды, онда, так. Тыныш, сабырлық сақтаңыздар. Ана жаққа бары тұрыңыздар. Мен мынаны алмайтын сияқтымын. Енді қайсыны аласың, қызым? Ана әпшенің қолындағыны ол алып келе жатқан сияқты. Кешіріңіздер, мен мына итті сіздерге бере салсам деп едім. Аласыздар ма? Я, аламыз ғой. Жабай ма? Жоқ, жабай емес. Маған ұнамайды бұл мысық. Мен алайыншы. Я, бере салыңыз бізге. Рахмет. Мынаның әдемісін осыны маған беріңізші. Вау. Болды, осыналарды алдыңыздар ма? Ауыстырып алыңыздар. Да. Так. Онда мына документке қол қойыңыздар. Так, мына мысықты жондырып беріңізші маған. Так, біз осыларға қол қойымыз керек па? Я, қойыңыздар. Болды. Мысықтарыңыз, иттеріңіз құтты болсын. Рахмет сіздерге. Так, мен жаққа барайын. Ал жақсы қыздар болыңдар ғой. Жүріңдер, кеттік. Рахмет сізге. Қызым, сен айтамда ауыстырып ала салған не? Білмедім, мам. Ауыстырып алам деп ойламаппын. Сіздіңді жүріңдер, қайтайық. Мына жерлерде немене бәрелер сатылады. Ойбайыпсың ба. Жарайды, қыздар, онда жүріңдер, қайтайық. Үйге барып тамақ. Қыздар, үйге келдік. Енді иттерімді ойната берсеңдер болады. Кіріңдер үйге. Мамаған өзімнің мысығым ұнап қалды. Білесің ғой. Жақсы, қыздар. Жүріңдер онда. Барып мысықтарды орналастырайық. Вау, әдемісің. Біз әкең екеуміз орналастырамыз. Болды. Келсін, ұйықтаймын, мен барып тамақ пісірейін. Қыздар, сендер не болдыңдар? Мен мысығым нәрге ұйықтайды. Не де отырады деген. Мен қай жерге ұйықтайды? Мен мысығым сонда. Болды, қыздар, тағыспаңдар, қазір мен сендерге бір бәле берем. Қыздар, мына жерге ұйықтасын. Неге? Ұйықтай берсін. Так. Ал, қыздар, сендер не істейсіңдер? Так, онда сендер далаға шығып ойнаңдар. Мысығымызбен ба? Қыздар, оған білесіңдер ғой, дем жетпейді, сосын сонда мен алып жүріңдер. Мен барып тамақтайын болғанға, сендер ойнай тұрыңдар. Ура, кеттік.
Саша олар мысықтармен ойнайды. Ол да ойнай беріңдер ағаштың үстінде. Достар, сіздерге серия ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Давайте, всем пока.